Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Сіздер міндеттегідей бұл Гол 365 YouTube арнасы. Достар, енді біз сіздерге күнделікті футбол ақпараттарын шығарып отырамыз. Сіздер болса әрине лайк басып, бізді қолдауды ұмытпаңыздар. Ал енді видеомыздың аңдатпасын сіздерге жеткізе кетейін. Пауло Дибала Ромадан кетіп, Түркия лигасына барады. Ал Реал Мадридтің аңызы Реалдан кететін болды. Гвардиола өз командасына ренжілу және жаңа жыл тойламайсыңдар деді. Осы және осыған ұқсас жаңалықтарды біздің арнамыздан көресіздер. Арнамызға тіркеліп, әрине лайк басып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Ал енді видеомызды бастайық. Ливерпуль клубы туралы сөйлесек. Ливерпуль клубы қазіргі уақытта өте керемет деңгейде және АПЛ-да да фавориттердің бірі. Кеше Лестермен өнер көрсетті. 6-шы минутта өз қақпасына гол өткізіп алды. Содан кейін болса Ливерпуль клубы оянып кетіп, бәрін айырып шайқап жатыр. Жалпы айтқанда 3-1 есеппен кеше Лестердің үстіне жеңіске жетті. Жалпы енді бұл камбэк десек те болар. Ойынның ең үздік ойыншылары Гакпо. Гакпо кешегі ойында әрине дубль жасаған болатын. Ойындары өте керемет. Гакпоның қазіргі уақытта трансфермаркет порталындағы құны да жоғарылап жатыр. Жартылай қорғаныста өте керемет деңгейде өнер көрсеткен әрине Макалистер. Макалистердің ойыны жоғары деңгейде және қазіргі уақыттағы Ливерпульдің легендасы Гоаты Мухаммед Салах. Мухаммед Салахтың ойыны өте ерекше деңгейде. Жалпы осындай деңгейде кете беретін болса, Ливерпульдің ойындары жақсы болатын болса, әрине алтын допты алатыны анық. Менің ойымша осы маусымның соңында Салах алтын допты алуға лайықты. Сіздерге бір статистика айта кетейін. Осы Мухаммед Салах Ливерпульдің барлық голдардың 65%-ына өзінің күшін қосқан екен. Жалпы 65% гол Мухаммед Салахтың арқасына болады. Немесе нәтижелі пас, шабуыл ұйымдастыру жағынан енді Мухаммед Салахқа жететін ойыншы қазіргі уақытта жоқтың қасы. Мухаммед Салахтың жасы қазір 30-дан асып кетті. 30-дан асып кетсе де ойын деңгейі өте жоғары болып жатыр және осындай пик дәуірінде алтын допты алып алмаса, келесі 2-3 маусымнан кейін ала алмайтыны анық. Ливерпуль клубын байқап жатсақ, осы Ливерпульда чемпиондық рухта, духта бар сияқты. Себебі жеңіліп тұрып камбэк жасайды және бір ойыншы кем болып қалса да тең нәтижені алып кететін команда және 28 ойын бойы жеңілмеген осы Ливерпуль клубы екен. Оның бәріне себепші әрине Арне Слот деп ойлаймын. Арне Слоттың ойын деңгейі өте жоғары болып жатыр және тактикасы да өте керемет. Арне Слот басында командаға келгенде ойыншылардың барлығымен сөйлесіп алған екен. Яғни барлығына айтқан, сендер маңызды ойыншысыңдар деп. Соның арқасында енді Ливерпуль өте керемет деңгейде өнер көрсетіп жатыр және ойыншыларға мотивация жағынан да өте керемет бапкер екен. Қазіргі уақытта енді Еуропада мықты бапкерлердің бірі. Оған себеп әрине осы маусымдағы мықты бапкер деп айтамын. Оған себеп әрине Ливерпульдің АПЛ-дағы және Чемпиондар лигасындағы бірінші орындар ойыны деп ойлаймын. Өте керемет Ливерпуль клубы. Осы маусымда енді требл жасайды деп жатырмын осы Ливерпуль клубын. Енді Ливерпуль клубы туралы сөйлестік. Одан кейін екінші орында тұрған АПЛ-дағы Челси клубы туралы сөйлесейік. Челси. Енді Челси клубы туралы сөйлесетін болсақ, енді Челси аңыз клуб қой, енді легенда ғой енді бұл. Челси енді өз алаңында Фулхэмға 1-2 есеппен есе жіберіп қойды. Енді ойындарда жақсы болмады, шабуылдар ұйымдастырды, оның бәрі әрине нәтижесіз болды. Допты негізінде Фулхэм клубы жақсы ұстады Челсиге қарағанда. Ал Челсиде кім жақсы өнер көрсетті? Әрине суық Палмер деген 16-шы минутта өте керемет гол салады. Осы жерде голын айта алмадым. Не деген соққа айналайын, Палмержан, суық Палмер деген сай, бұл қысқа келіп жақсы өнер көрсетіп жатыр ма? Қалай жалпы осы Палмер мырза? Палмерға енді респект, ойындары өте керемет және 20-дан асыр гол салып тастаған екен осы маусымда және Челсидің тарихына да енген ойыншы осы Палмер. Ойынға оралатын болсақ, енді әрине бірінші гол осы Челсидің қорғаушыларының арқасында болды деп ойлаймын. Мало Дюсто. Осы Дюсто деген ойыншы өзі қателік жіберіп қойды, ойыншыны өткізіп қойды. Одан кейін гол кіріп кетті. Тағы бір ойыншы бар, Нету деген. Нетудің ойыны маған мүлдем ұнаған жоқ. Сары қағаз да алып алды. Соңында бәрі оң жақтан шабуылдар ұйымдастырғандай болып жатыр, бірақ ойын деңгейі өте нашар. Осы жақсы өнер көрсете алмай жатыр Нету.
Neto'ning o'yini kimga yo'namaydi? Arina kommentariyaga yozuvdan unutmangizlar. Bu endi konferensiya ligasida shayqab yuradi, endi chot komanda, asos komandalarga qarshi o'yinda. Biroq endi mixta komandalarga kelganda yo'q bo'lib qoladi. Ana Erling Haaland siyoqti. Erling Haaland da sonday o'yindi. Real Madrid bilan kezdeskanda, boshqa klublar bilan kezdeskanda nashar o'ynab ko'rsatib qoldi. O'yinda uni muldem ko'ra olmay qolamiz. Sol siyoqti bo'lib qoladi. O'sa Neto Hozir endi Chelsea APL turnirlik kestesinde 35 upay jinagan al Liverpoolda bo'lsa 42. Liverpoolda tag'i bir o'yin bor. Jalp aytganda 18 endi o'rtacha hisobdan bir 10 upay qolibdir o'sa Liverpool klubidan. Bugan endi ne isteymiz endi? Baribir Chelsea klubining babkari Marescaning o'zida aytgan ekan, biz chempionlikka talaspaymiz, ana buni deb. Sol jeri ma'gan unamadi. Ne deganmen biz chempionlikka qo'limizdan kelgancha tirsamiz desa, o'yinchilarga motivatsiya bo'ladi deb qo'yamchi. Al endi жаңалыгымызda Manchester City men жалғастыра bereyik. Қазақта bir maqal бар, o'sa yer кезегі 3-ке дейін деп. Гвардиоланың кезегі қаншаға дейін бұл беймәлім болып жатыр. Енді Гвардиоланың Manchester City тағы да ұпай жоғалтты. Енді Эвертонға қарсы ойында 1-1 есебі тіркелген болатын. Бұл жерде енді Manchester City Эвертонды жеңіп қоятын команда ойын негізінде. Бірақ Гвардиоланың тактикасы жақсы болмай атырма дым түсініп атқан жоқпыз. Негізінде осы Эвертонға қарсы ойында команда осы футболный штатта қалған екен. Ne deganmen endi komandaga ne jetpey atır biz dim tushunib atgan jo'qmiz o'sha yerda. Rodri jetishpet desek, Rodrining o'zida bunday o'yinlarga qajit emaspa deb o'ylab qo'yaman. Evertonga bo'lgan o'yindan bir kun oldin o'sha City o'zining trenirovka zalida qolgan ekan. Ne deganmen dayındalamız deb. U yerda qo'nib qolganning o'zida 1-1 yesebini tilkab жатыр endi. Jengis uchun ne isteu kerak endi? Muldem uyga bormoq kerak bu o'yinchilar. Dim tushunayotgan jo'qmiz. Gvardiola o'zi aytib жатыр endi. Biz endi yaxshi dayındalamız. Жаңа жылдан keyin o'ta kerak denglik ko'rsatamiz deb жатыр ekan. Endi buğanda Kassinbi qoldi negizinde 13 o'yinda bir g'ana jengis. Onun o'zini Forestga qarshi o'yinda jengishga jetgan ekan. Kerekli oyunlarda upay жоғалтып жатыр. Endi APL'da ala olmaytını sözsüz. Endi o'sha Chempionlar Ligasının 4-ligine kirse de o'sha Gvardiolaga жақсы deb o'ylayman. Сәрсенбі күн негізінде білесіздер бүкіл әлемде жаңа жыл, бірақ Гвардиола болса осы сәрсенбі күні 1 қаңтар күні әрине футболный залға келесіңдер. Жалпы айтқанда жаттығу жасайсыңдар деп ойыншыларға талап қойған екен. Әрине енді ашуланып айтқан шығар. Бәрібір енді сәрсенбі күні ойыншылар жаттығу жасайтын болады Манчестер Ситидің. Манчестер Ситиге енді сәттілік тілеп қаламыз. Жаңа жылдан кейін керемет деңгейде өнер көрсетіп қалады деп ойлаймын. Sizlerle tағы bir нәрсе айта кетейін. Осы Manchester City'nin ұпай жоғалтуына бірден бір себеп Erling Haaland деп ойлаймын. Erling Haaland пенальтінің өзін тебе алмай қалды. Соның арқасында енді ұпай ала алмай қалды. Негізінде пенальти тепкенде ала алатын бе еді ойынды қалай ойлайсыздар? Сол туралы әрине өз ойларыңызды комментте жазуды ұмытпаңыздар. Real Madrid'дің аңызы Luka Modric командадан кетуі мүмкін. Енді қазіргі уақытта осы Modric'тің жасы 39 жаста, одан жас 34 жаста Тони Кросс командадан кетіп қалды. Енді Кросс кеткеннен кейін команда біраз құлдырады. Оның барлықтарымыз білеміз, пас беретін адам болмады, ойынды жүргізетін адам болмады. Содан кейін әрине Real Madrid клубы құлдырады. Бірақ Кросстың жоқтығын сәл болса да білдірмей жүрген осы Modric деп ойлаймын. Негізінде Real ойыншылар бәрі автомат секілді, бәрі робот сияқты ойнайды, ал Modric болса сикірші. Білеміз футболдың да аңызы Real Madrid'ga келіп көп тарих жазды. Енді ойыншы бәрібір осы Real'дан кететіні анық. Енді осы Luka Modric кеткен кейін командада 10-шы нөмірді әрине Kylian Mbappe'ге беретін ақпараттар да бар. Енді бұл логична нәрсе. Todo Ficharjes басылымының айтуы бойынша енді Luka Modric'қа Саудия лигасының клубтары, MLS та Түркия лигасына біраз клубтар да қызығып жатқан екен. Енді осындай ойыншыға кім қызықпайды? Florentino Perez'дің өзі де осы oyuncuны жіберетіні анық. Тони Кросс сияқты енді мансабын аяқтамаса да тағы бір 2-3 маусым өнер көрсетіп тастайын деп жатқан шығар енді осы хорват ойыншысы. Өзінің ұлттық құрамасындағы досы Rakitić білеміз, бұрынғы Барселонаның ойыншысы. Rakitić айтқан екен, осы Modric деген өте керемет ойыншы, жасына қарамайды. Өзінің жасы 25-те болса, ойын деңгейі 20 жастағы жылдамдығы да пас беруде өте керемет деп. Luka Modric'тің өзі де жас көрінеді және ойындары да өте керемет. Енді бәрібір Real Madrid'пен қоштасу керек, өмір заңдылығы дегендей. Енді бәрібір Modric'тай ойыншы Real Madrid тарихында кездесе ме, әлі кездеспей ме
bilmeymiz. Tottenham'da жақсы өнер көрсетіп жүргеннен кейін Realga ауысқан еді. Realda 2-3 маусым өнер көрсете алмай, оны сатамыз дегенде Real басшылығы болған мүмкіндік берді. Және әрине үмітті ақтады деп ойлаймын осы Modric. Пауло Дибала енді Романың қазіргі уақыттағы ойыншысы, аргентиналық ойыншы. Жалпы айтқанда Ювентустың аңызы. Енді осы Пауло Дибала командадан кетеді деген ақпараттар да бар енді. Ромада негізінде жақсы өнер көрсетіп жатқан, енді Романың клуб кеткені бапкері Де Росси бұны ондықтың рөліне қоймақшы болған осы маусымда. Одан кейін ол клуб кетті, тағы да бір бапкер келді. Ол бапкер әрине Юрич Руичті дұрыс қолдана алмады. Одан кейін жаңа бапкер келді қазіргі уақытта Ромаға. Ол бапкер әрине Раньери енді білеміз өте керемет тәжірибелі бапкерлердің бірі. Ол айтқаннан Дибала өте керемет ойыншы, Рома үшін барлығын жасай алады және командада қалғаны дұрыс деп. Енді Дибаланың өзі де командадан кетемін деп айтып жатқан екен. Не дегенмен енді ол қазіргі уақытта Рома клубы турнирлік кестеде 10-шы орында тұрған екен. Келісім шарт бойынша енді Дибала жылдан жылға оның трансфер құны түсе береді. Енді қазіргі уақытта 3,5 миллион евро болған екен. Енді 3,5 миллион евро дегеніміз ол контракт. Қазіргі уақытта Дибаланың трансфер маркет порталындағы құны 25 миллион евро. Ал енді келісім шарт бойынша 3,5 миллион евроға осы маусымнан кейін қалаған клуб алып кете алады екен. Енді Галатасарай клубы осы Дибаладан басқа Кевин Де Брюйнені алғысы келіп жатыр. Енді Кевин Де Брюйне қазіргі уақытта Ситиде ойындары жоқ десем де болар. Енді қазір енді жақсы өнер көрсетіп жатыр ма білмедік, бірақ Сити құлдырап жатыр. Және осы Де Брюйнеға осы Фенербахче клубы да қызығып жатыр екен. Негізінде менің ойымша осы ойыншы Саудия лигасына кеткені дұрыс па деп ойлап қоямын. Саудия лигасына барса жақсы ақша ма деп ойлап қоямын. 100 миллион евро беруге дайын осы Кевин Де Брюйне үшін. Кевин Де Брюйне мен Дибалада енді Түркия лигасына барған дұрыс па, Саудия лигасына барған дұрыс па, өз ойларыңызды әрине комментарияға жазуларыңызға болады. Ал достар, сіздермен әдеттегідей бұл Гол 365 YouTube арнасы. Біздің жаңалығымыз осы. Арнамызға тіркеліп, әрине лайк басып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар.